Да, достар, қалай жағдайларыңыз, денсаулықтарыңыз қалай, үй іші, бала шаға аман есен ба? Мен бір кеше басымнан өткен оқиғаны айтып берейін. Мен бір доп тауып алдым. Ол допты тауып алдым да, одан кейін қалтама салдым. Қалтам тесік болған екен. Сол тесік болғаннан түсіп қалды. Түскен жерден басқа бір адам сол допты тауып алды. Кішкентай доп, әдемі. Сол допты тауып алғаннан кейін мен ойладым, неге бұл менің қалтамнан түсіп қалды екен, значит бұйырмаған екен дедім, тастадым. Одан кейін сол күні кешке дейін мен бір емес, дәл сонда 2 доп тауып алдым. Алланың құдіреті шексіз. Түйін, егер сен жете алмаған, саған бұйырмаған нәрсе, ол сен қаласаң да қаламасаң да бұйырмайды. Ал сабыр сақтап сәл күтетін болсаң, Алла тағалам соның біреуін емес, саған 2-ін береді. Сол себепте қыздар, келіншектер, ханымдар, адамдар ешқашан, еш уақытта таласпаңдар, асықпаңдар. Себебі бұйырған кетпейді, туған жетпейді деген өмірімде факт болып жатқандықтан бөлісіп қойғым келді. Мына жердің табиғатын көріп тамсанып отырмын. Қандай керемет, ғажап. Вау!